Саламатсыздар ма? 13-ші есебімізде екі көп қабатты жаңағы үйде 120 пәтер бар екен. Осы пәтерден сыртындағы нөмірлерін жаңа металл цифрымен қаптаған дейді. Сонда 120 пәтерде қанша не кетті? Металл кеткен біз табатын боламыз. Ендеше табайық. Білесіздер, пәтерде бірінші пәтерден басталып саналынады. 120 пәтер бар, иә? Бірден 9-ға дейін бір таңбалы сан, сондықтан 9 цифр кетеді. Ал 10-нан 99-ға дейін 2 таңбалы сан. Енді біз осы аралықта қанша цифр кететінін тауып алуымыз керек. Яғни мен санайын: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Осыған дейін бір санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ды көбейтеміз 2-ке, яғни 20. Осы 20 цифрды мен, яғни 10-дық 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Яғни 90-ды көбейте салайын 2-ге. Сонда 2, 9, 18, 180 цифр кетеді екен. Енді бұл бізде 99 пәтерге дейін. Мен таптым 99 пәтер, яғни 180 қосамыз, ана 9 бар. Сонымен 189 цифр кетті. Бұл енді 99 пәтерге дейінгі. Енді 100 бар. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109-ға дейін бір санап алайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ды көбейтеміз. 3 таңбалы сан 30. Осылай 110-нан 119-ға дейін 30 цифр кетеді деген сөз. Енді 120 өзі 3 таңбалы сан 3 цифр. Енді барлығын қосайық. Бізде 99 пәтерге дейін 189 цифр кетті. Оған қосамыз, мұнда 30, мұнда 30, 60, мұнда 3 бар. 3-ті. Сонда барлығы қанша екенін шығарамыз. Яғни 189-ға не жерге қосайын баған түрінде? 189 қосамын 63-ті. 9-ға 3-ті қосатын болсақ, 12, 2-сі ойда, 8-ге 6-ны қосақ 14, ойдағымен 15 бір ойда, 1-ге 1-ді қосақ 2. Яғни барлық кететін цифр бізде 252 екен. Жауабы 252.